Атырау облысындағы Мақат Тассор тас жолында күн сайын жол ережесін мұқият сақтайтын жүргізуші бар. Ол 74 жастағы зейнеткер Сәуле Мұсаева. Саламатсыз ба? Қай жаққа барамыз? Жол қауіпсіздігі ережелерін тағыңыз. 30 жылдық тәжірибесінің 22 жылын такси қызметіне арнаған зейнеткер жүргізушілерге жол ережесін қатаң сақтауға кеңес береді. Бүгін ауа райы жақсы екен, иә? Ауа райы бүгін жақсы болып тұр. Негізі жол тайғақ. Жол қауіпсіздігін сақтау керек. Жолда жүруінде біз тек жолаушылардың амандығын ғана тілейміз. Аман есен жеткізуге бар ойымыз осы жолда болады. Көптеген аварияларға көп болдым. Қатты жүргеннен, асығыс болғаннан, соң кесірлерінен болады ғой. Жол патрульдердің ескертпелеріне мән беру керек. Жолдың бойындағы жаңа белгілерді сақтауың керек. Менің айтарым енді жүргізушілерге әрдайымда асықпай жүріңіз. Жол қауіпсіздігін сақтап, аварияның бәрі сол қателік асығыстан болады. Естеріңізде сақтаңыздар, әрдайымда асықпай дұрыс жүру керек. Мақат ауданы патрульдік полиция тобының қызмет инспекторы полиция лейтенант Мұсаева Аслан Болатұлы. Саламатсыз апа, бүгінгі келіп жеткен мерекеден құтты болсын халықаралық әйелдер күні. Полиция майоры Капан Сайфолла, осы Мақат ауданы полиция бөлімінің атынан шағын сізге Әр ел бақытты болуға лайықты.